Bizde бүгін не болып кетті? Естіліп тұрды дауысыңыз. Менде бірдеңе қосылып кетті. Не зат қосылып кетті? Сіз қазір экранда үлкен болып көрініп тұрсыз. Қазір енді дауысыңыз естілмей қалды. Дауысыңыз енді естілмей қалды да. Менің естіліп тұр па, менің дауысым? Bir өшіріп қайттан қосып көрің. Ася ханым. Кешегі сабақ бар емес па? Енді қосылды, дауысыңыз естілді. Иә, кешегі сабақтың аудиозаписі қосылып кетті менде. Поэтому сол не алмай қалдым. Кешірім сұраймын. Өшіріп алдың. Видеоңыз көрінбей қалды азымен. Сары болып тұрды. Ау, көрініп тұрмын ба? Яқ, экран көрінбей тұрды. Может, бір өшіріп қайттан қосасыз ба? Жоқ, енді. Асия ұстаз, біздерге көрініп тұрды видеоңыз. Болды. Қайырлы кеш. Ау, көрініп тұр ма? Ала көрініп тұрды. Қайырлы кеш, құрметті бизнес әріптестер. Сіздермен кездескеніме өте қатты қуаныштымын. Бізде бүгін өте керемет сабақ визуализация, яғни армандау. Ол арманды көзге елестетіп, сен сол арманның ішінде болу деген тақырыпта біз әңгіме айтамыз. Бұл негізі визуализацияның екі түрі бар. Визуализация бірінші, ол мынау ойды санаға түсіру, сонан кейін барып ол елестету. Ойға түскен кезде бүйтіп көзді жұмып отырып, сол ойыңыздағы нәрсенің барлығын сіз не істейсіз? Елестету, ол визуализация деп аталады. Арманның екінші қағидасы, визуализацияның екінші қағидасы, ол сіз армандайсыз, иә? Сол армандаған өміріңіздің жартысын сіз не істейсіз? Ойша елестетесіз, яғни арманыңыздағы өмірді 50% сүресіз. Біз арманымыздағы өмірді 50% деп аламыз. Кәдімгі мынау осы өмірімізді біз 50% деп аламыз. Сол кезде қандай адам жетістікке жетеді? Арманындағы өмірді 50% сүре білген адам үлкен жетістікке жете алады. Сол адамдарда үлкен мүмкіншілік бар. Сөйтіп 50% арманыңыздағы өмірді сүресіз, ол сізге не істейді? Бұл өмірде, сол арманыңыздағы өмірді жасауға сізге күш береді, қуат береді. Көп адамдар армандай білмейді. Сол себепті армандауды үйрену өте маңызды. Қазақта керемет сөз бар. Армансыз адам дейді, қанатсыз құспен тең дейді. Армандай білуде ол үлкен өнерді талап ететін нәрсе негізі. Одан кейін біздің арман үш түрлі болады. Қысқа мерзімді арман, орта мерзімді арман, ұзақ мерзімді арман. Визуализацияда үш түрлі болады. Қысқа мерзімді визуализация, орта мерзімді визуализация и ұзақ мерзімді визуализация. Қысқа мерзімді визуализация деп отқанымыз кішкентай және тез орындалатын армандарды жатқызуға болады. Соны көз алдыңызға елестетіп, сіз не істейсіз? Жасайсыз. Орта мерзімді арман деп отқанымыз, яғни орындалуы белгілі бір деңгейде уақытты талап ететін. Біз арманды айта алады екенбіз. Визуализацияны айта алады екенбіз. Ұзақ мерзімді арман. Одан кейін ол орындалуы
bir şama uақытты алатын арман визуализацияны айтады екенбіз. И біз барлық адам сетевой бизнестағы екі деңгейде өмір сүру керек. 50% армандағы өмірді сүру керек. 50% мынау кәдімгі өмірді сүру керек. Көптеген адамдар армандағы өмірге кіре алмайды. Визуализациясындағы ойындағы өмірге кіре алмайды. Оны қалай кіреміз енді, я? Мен сол турасында айтайын оның ішіне. Мен мысалы баяғыда жүрмей төсекте жатқан кезінде мен жүргенімді елестететінмін, әдемі көйлек киіп жүргенімді, үлкен көшеде өзім жаяу кетіп бара жатқанымды сүріп. И үлкен бүйтіп машина айдап бара жатқанымды, сол машинаға мініп жатқанымды, түсіп жатқанымды барлығын елестетемін. И сол арманға өзім сенгендігім соншалық, мен бір күні мынау мен және менің арманымдағы өмірдің мен белгілі бір деңгейде несін қоршап жасап алдым. Құйса Азамат не отырсың? Не бастың? Келемін да сол арманыма мен емін еркін кіре алу үшін өзімнің бір әлемімді жасап алдым. Сіздерге де совет беремін. Өздеріңіздің әлемдеріңізді жасап алыңыздар. Ол әрине сіздердің армандарыңыздан тұратын өздеріңіздің әлемдеріңіз болу керек. Сол кезде сізге арманыңыздағы өмірді сүруге сізде тез мүмкіндік ашылады, біріншіден. Екіншіден, оның ішіне уақытыңыз болғанда емін еркін кіріп, сіз визуализация жасай аласыз. 5 жылдан кейінгі Асия, 10 жылдан кейінгі Асия, 15 жылдан кейінгі Асия. Бес жылдан кейінгі Асия, 10 жылдан кейінгі Асия, 15 жылдан кейінгі Асияның қандай бола алатындығын мен визуализацияда мен оны білемін. Сіздер де сондай үлкен өздеріңіздің әлемдеріңізді жасап алыңыздар. Ол өз әлемдеріңізге ешкімді кіргізбеңіздер. Ол өйткені сіздердің әлемдеріңіз, сіздердің армандарыңыздың әлемі, сіздің әлеміңіз, сіздің ол болашағыңыз. Ол сырттағы адам сіздің визуализация жасап жатқаныңызды, сіздің арманыңыздағы өмірді сүруге мүмкіндік алғаныңызды олар түсінбейді. Өйткені неге? Олар өйткені армандауды білмейді. Сол себепті сізге жаңағы кедергі жасауы мүмкін. Визуализацияны сөйтіп 3 түрлі қылып жасауға болады. Бастапқы кезде әрине қиын болуы мүмкін, одан кейін сіздерге не болады? Оңай болып кетеді. Кім жалпы визуализацияны жасай алады, кім жасай алмайды? Сол сұраққа жауап беріңіздер. Микрофондарыңызды ашып. Мен Стив Джобс бар ғой, Apple'дың тикаршысы. Да. Сол бизнесқа байланысты фильмлер дегенді көрдім да, сөйтіп ең бірінші Стив Джобстың киносы бар екен. Соны мәслихат етіп қойыпты да, көрің деп. Сөйтіп ол қиял неді, мынандай табиғатқа шығады, достарымен сөйтіп қатты айланады да, бір қараса Парижде, бір қараса ұлы Қытай диуалында, бір қараса ана Таж-Махалдың алдында болады. Сөйтіп мен хайран қалдым, не істеп жатырыпты деп. Сөйтіп офиста 6 сыр деген сабақ болады да, арзу, мақсат, жазу деген. Сөйтіп сол кезде визуал дей беретін, түсінбейтін. Кейін сол фильмді көргеннен кейін мен визуал не зат, оны қалай істеу керек, істегенде қасыңда кім болу керек, сол фильмнен көріп
Анық түсіндім мен. Мен содан бері визуалды әрқайын істей аламын. Айта беріңіз. Сол Стив Джобстың несінде бар да, ютубта бар, біздерде узбекский варианты бар. Сол фильмді көргеннен кейін мен әрқайын істей алатын болдым визуализация. Өте қатты қуаныштымын иә. Ал Визуализацияны негізі мен айтайын ба 14 жасымнан кейін бастадым. Оның алдында елестететінмін, 12 жастан бастап жалмай жатсам да елестететінмін, бірақ онда қатты бір елестетпейтінмін, өйткені менің визуализация тұрғысында менің білімім кішкене аздау болды. Поэтому аздау болғаннан кейін мен ондай шлейк көп жасамадым. Сол қалай мен Тенши компаниясына келдім. Ең бірінші менің визуализациям біздің президентіміз Ли Дюан мырза бар ғой, Теншидің президенті. Сол біздің жаңағы компанияның президенті Ли Дюан мырза коляскеде отырған бір қызды бүйтіп алып бара тұрып, қолында коляскамен алып бара тұрып машинаға мінгізгенін көрдім да, сол кезде менің арманым оянды. Мен де өз коляскада отырсам, мен де жүрсем, мен де өстіп президенттің қолынан сыйлық алсам, ол 5 жылдықта ма конференцияда ол бар негізі, 8 жылдықта ма 5 жылдықта ма бір конференцияда нелерде бар, дискаларда бар да, соны көрсеңіздер болады негізінде. Сол кісіні көріп менің арманым оянды. Мен де президенттің қолынан сыйлық алам, мен де сондай болам, мен де хотя бы коляскада отырып жүру бақытына ие болам деген сияқты менде сондай үлкен армандар пайда бола бастады. Ол әрине сол 14 жасымда Тинчиға келгеннен кейін сіздерде былайынша визуализация жасауға, армандауға ол әрине сіздерде мүмкіншілік өте көп. Сондықтан бар нәрсенің қадіріне жете біліп, үлкен жетістікке жете біліңіздер. Бұл деп отырғанымыз не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның, ол кісіге Алланың игілігімен сәлем болсын, бір керемет сөз бар да, о дүниелік болмай тұрып дейді да, өмірдің қадірін біл дейді. Кәрілік келмей тұрып жастықтың қадірін біл дейді. Денсаулығың қолыңнан кетпей тұрып денсаулықтың қадірін біл дейді. Өмірден өтпей тұрып өмірдің қадірін біл дейді. Яғни одан кейін жалпы барлық нәрсенің қолыңда тұрған кезде қадірін білуге үйретеді да. Сол кезде мен түсіндім, егер менің қолымда денсаулығым болатын болса, мен оны арман қарай сақтап, үлкен ойымдағыдай өмірді сүрем деп мен армандадым. Осының барлығы сол менің арманымнан, визуализациямнан туған ойлар деп айтуға болады. Жалпы визуализация тұрғысында түсінікті болды ма? Кімде қандай сұрақ бар? Визуализация тұрғысында түсінікті болды ма?
Зухра. Кім бар мына жерде? Одан кейін Назира ханым. Ұстаз менің бұл сабақтан алғандай инсайт дейді ғой, мағлұмат тазадан визуалға басқа ешкімді кіргізбеу керек екенін алдым, түсіндім. Мен визуализациямды hamma жүретін алдым. Енді ешкімді кіргізбеймін. Кіргізбеңіз, иә. Кіргізбеген кезде барып сіздің арманыңызды әркім ұрлап кетеді. Мен визуализация жасаған кезде бір бөлмеге кірем, светті сөндірем, кәдімгі өзімнің демалатын кроватымның үстіне отырып алам да, кәдімгі көзімді жұмып қойып ішіне кіріп кетем. Сол кезде ешкім түнге таман жасаған дұрыс та, ешкім сіздің неңізді не істемейді, бөлмеңізге кірмейді, емін еркін, ойыңа не келеді, нені армандайсың, соның барлығын жасауға сенде мүмкіншілік бар. Сол себепті визуализацияны бастапқы кезде түнде жасаған дұрыс, чтобы ешкімге ұрлатып алмау үшін. Ертең нақты болғандай не қылады ғой, үйренесіздер ғой, сонан кейін емін еркін любой время жасай бересіздер. Визуализацияға сіз күнделікті кіріп шыға беруіңіз керек. Кәдімгі мына бір бөлмеден екінші бөлмеге кіресіз ғой. Дәл сол сияқты сіз арманыңыздағы өмірге кіріп, және мына өмірге шыға білу керексіздер. Кәдімгі мына есіктен кіріп, мына есіктен шыққан сияқты ғой, міне. Мына есіктен кіресіз, мына есіктен шығасыз. Екеуі қарама қарсы да, сөйтіп жасайсыздар. Сол кезде сіздерге оңай болады. Жалпы түсінікті болды ма? Асия ұстаз, мен кешегіде кітап оқып басладым да, Робин өзінің Феррарисін сатқан Рахт дейді ғой, монарх да? Да. Сода айтып қойыпты, біздердің өмірімізге ең тәсір ететін уақыт ұйқыдан алдыңғы 10 минут, одан кейін ұйқыдан кейінгі 10 минут. Сіздің айтқан визуалыңызды сол кезде істеген дұрыс деп, ол кітапта да ашық айдын дәлелдерімен беріп қойып екен. Өйткені мен өзіме удобно да, мен күндіз жасай алмаймын, мен күндіз арманыма кіре алмаймын. Өйткені мен мысалы кеше мен кешке дейін сабақта болдым. Бірінші бөлім бар ғой, мына кіріспе бөлім деп алдым да сіздерге де видеомен аяқтадым ғой. Сонан кейін кеше сіздерге мен видео түсіріп жүрмін ғой, жаңа видеода айтып жүрмін ғой кіріспе бөлімді да. Соның барлығын мен тағы бір компанияға оқып біттім. Сонан кейін мен сіздердің нелеріңізге кірдім, зумдарыңызға кеше. Бүгін де менде үлкен сабақтарды жазу болып жатыр. Мінекей мына 96 беттік дәптерге мен өткенде тағы да сабақ оққан болатынмын. Сол оққан сабақтарды күнделікті түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта сіздерменен бөлісуге бұйыртса, бір жылдың ішінде өте мықты деген сабақтар тыңдайсыздар. Күніне 50 пб объемды жасаңыздар. Сол кезінде минимум 50 пб, максимум қанша пб жасай. Минимум 50 пб-ден тауар айналымды бастаңыздар. Одан кейін максимум қанша пб-ден жасаймыз десеңіздер де сіздер өздеріңіз білесіздер. Жалпы сабақ түсінікті болды ма? Визуализация тұрғысында неше адам отыр? 7 адам отырмыз ба не? Зухра?
7 адам ғана отырмыз ба не? 12 адам көрініп тұр менде, Асия ханым, 12. 12 адам ба? Мен алдында бір қарағанда 7 адам деп көрген едім, соған айтып жатқаным ғой. Жалпы негізі түсінікті болды ма? 12. Түсіндіңіздер ма? Енді ертеңнен бастап визуализация жасауға кірісеміз ба? Құда қалесе Асия. Кімде қандай сұрақ бар? Микрофон ашып қойсаңыз болады. Сұрақтар болса қойсын. Маған Алмагүл деген ханым хабарласпады. Хабарласу керек еді. Мен айтып едім. Тағы да денсаулығына консультация берейін. Алмагүл апа ма? Иә, деп мен личкаға шығыңыз деп айтып едім, шықпады. Бүгін сабақта болып отырса, неге телеграмға жекеге шығыңыз. Түсіндіңіздер ма? Жалпы? Кімде қандай сұрақ бар? Маған түсінікті болды. Визуализация рахметті, оны істеу керек. Құрметті достар, мархамат, сұраулар болса берің Асия ханымды. Зухрахан, түсіндіңіз ба? Так, достар, вопростар болса бере берін, тартынбаң еш. Прямой эфирде өз-өзіміз, тек басқа адам жоқ. Визуализация бойынша түсінбеген жерлер болса сұрағын. Зухра күнімен жақсы активный қатынасып отырды. Рахмет, Зухра, сізге. Ұстаз, жаңа сұрау, сіз айттыңыз ғой, ешкімді кіргізбеуіміз керек деп. Сонда біздер істеп отырған визуализациямызды айтпауымыз керек па? Сұрау түсінікті ғой, Асия ханым. Сіздің неңіз қатып қалды видеоңыз? Я, айтпайсың, Зухра, айтпайсың. Ол сенің ғана арманың ғой, басқа ешкімнің білуге қақысы жоқ, оның нең бар. Айтпайсың оны ешкімге. Өзіңнің болашағы, ол визуализация негіз былай жасалады. Дәл осы сәтте сіздің өміріңіз, одан кейінгі сіздің арманыңыздағы өміріңіз, яғни сіздің болашақтағы өміріңіздің қандай болатынын турасында жасалады. Қазіргі өмір сіздің одан кейін арманыңыздағы өмір и болашағыңыздағы өмір. Осы 3 сұраққа визуализацияда сіздер елестетіп жасайсыздар. Соны ұмытып кетпеңіздер. Маған сұрақ жоқ па? Телеграм чатқа қойыңыздар сұрақты. Мен қазір тағы бір компанияның несіне кіремін, зумына. Тоже сетевой компания. Ол кісілер мені тағы күтіп отырыпты. Алла бұйыртса, енді бүгін четверг, суббота күні кездесеміз бұйыртса. Құда қалесе, Асия ханым, рахмет. Сіздің де уақыт ертең маған қандай тақырыпта сабақ айтатынымды айтып қойыңыздар. Енді сіздердің сұрақтарыңыз бойынша сіздерге керек тақырыптарда біз әңгіме айтамыз. Менде де тақырыптар өте көп.
Бірақ менің айта бергенім ол қаншалықты деңгейде дұрыс болады. Сіздер де айтыңыздар, қандай тақырып қызық именно. Сол тақырыпта мен сіздерге әңгіме айтып беремін. То есть сабақ айтып беремін. Мақұл ма? Мақұл, түсінікті. Ертең қандай тақырып керек екенін айтып жіберіңіздер, маған алдын ала, Әлбетте. Телеграмға. Достар, личкаға шығып, қандай сізді сұраулар қызықтырады, Асия ханымға беріп, қайсы направлениеде сөйлесу керек, сол хақында бір айтып қойсаңыз, сұрауларыңыз бойынша Асия ханым жәрдем береді. Ендігі сабақ Құда қаласа 6-шы күн 8:30-да осы группада қайтадан көрісеміз, Құда қаласа. Аман болыңыз. Давай. Рахмет Асия ханым, сізге көп рахмет. Сау болыңыз.